мінекей менің балдарым мынандай қойларға жем салады, астына жем салынады ана темірге, үстіңгі жағына үш бұрыш қылып істеп қойған, шарбақ қылып, ол жаққа шөп салынады. Шөптерді жей береді, астына жеміге жеп отырады. Астыңғы мынау бочканы кесіп 10 сантиметрдей төмендеу қылып алғанбыз. Өте тамаша экспериментте жасап көрдік, керемет. Оны жасау қиын емес. Материалдарыңыз болса, өз үй жағдайында да істеуге болады, немесе тапсырыс беруге де болады. Міне осылай қойларыңызға жем шөп салатын ақырды жасап алуға болады. Осы ақырдан бір бочканың жартысынан 8 қой қатарынан, даже 10 қой боковойынан да шөбін де жей алады, и жем де жей алады. Сұрапсыз, ол жерге не сиіп түшіп тастамайды. Бұрын мен тайсикке салып беретін едім, ол тайсиктің үстін басып сиіп түшіп кетеді. Мінекей осылай өте тиімді жолмадан мен нені істеп отырмын, істетіп жатырмын бала шаға.